Мен Таңшолпан тікелей эфирде бағдарламамыз 3 сағатқа аяқ басты. Өздеріңіз көріп отырғандай, біз қонақжай төрімізден бағдарламамызды жалғастырамыз. Мейманымыз келіп жайғасы таныстырып өтейік. Ақын, қаламгер, әдеби танымдық порталының бас редакторы Айжан Тәбәрәк ханым. Қош келдіңіз. Жалпы қаламгер әдеби портал дегенге көптеген көрермендер түсінбей отырған шығар. Бұл портал енді ғана іске қосылайын деп жатыр. Бұйыртса келесі аптада, алдағы аптада солай ғой? Алдағы аптада тұсаукесері болайын деп жатыр. Оқырмандар, тыңдармандар, көрермендер сіздердің назарларыңызға. Өйткені ол жерде радиода болады, ол жерде видео контентте болады. Хабар таратудың барлық тетіктерін қолданып жатырсыздар. Енді алдымен порталдың контенті туралы көрермендерімізге толығырақ айтып өтсек. Биыл білесіздер, елбасымыз жастар жылы деп жариялады. Әрине жастар жылы дегесін көбінің ойына бірінші келетіні осы жастарға мемлекеттік тарапынан бөлінетін, көрсетілетін әлеуметтік және экономикалық жағдайлар есіне түсуі мүмкін. Ал жастар не істейді деген бұл жерде сұрақ бар ғой. Біз көп ойландық, сосын өзіміз осы жастардың бүгінгі сұранысын қанағаттандыратын бір дүние жасасақ деп ойладық. Ол не дүние? Бірінші, мысалы, рухани тұрғыдан болсын деп шештік. Сондықтан әдебиеттің айналасында жүрген қыз жігіттер бірігіп, соның ішінде белгілі журналист Ажар Қанатбек қызы және тағы да журналист, режиссер, жас режиссерлардың бірі Абзал Темірбекұлы бар. Үшеуміз отырып, негізгі идеямызды ортаға тастадық та осы қаламгер атты, қаламгер кезет атты порталды дүниеге әкелдік. Енді мәселен ол жерде бізге көп сұрақ қойылады. Мемлекет қаржыландырып отырған әдебиет порталы деген портал бар. Олардан айырмашылықтарын қандай болады деген. Мен өзім әдебиет порталында редактор болдым, мәдениет порталында бас редактор болдым. Сол жерден алған тәжірибелерімді бірлестіріп, синтез жасай отырып, осы сайтты дүниеге әкелдік та. Енді негізгі ол жақта жұмыс істеп жүргенде мен осы оқырмандардың нақты нені қажет ететінін түсіндім. Әрине мемлекет қаржыландырып отырғасын, белгілі бір жерге тәуелді болғасын, айтылатын дүниелер болады, айтылмайтын дүниелер болады. Ал біздікі тәуелсіз портал болғандықтан көбінесе сыни тұрғыдан берілетін контенттер көбірек болады деп ойлаймыз. Сөз бостандығы. Сын бар жерде өсу бар дегендей. Және де ең бастысы біз YouTube және QFM деген ішінде аудио және бейне нұсқалар, видеолар шығатын екі арна ашып жатырмыз. Ол тек сайт арқылы жүзеге асады әрине. Әзірше Талдықорған, Қарағанды, Астана қалаларын қамтыдық. Және Ақтау бар. Ақындарды, әсіресе жастарға көбірек мүмкіндік беріп, контентіміздің көбін осы жастарға арнағымыз келеді. Бәрекелді, расында том-том кітап ақтаратын қазір көптеген жастар уақыт таппай жатады. Өйткені қазір жұмыс істеу керек, жағдай түзеу керек, тағы да басқа деген сияқты. Жалпы үлкен кітаптардың мәйегін беретіндей жазбалар болады ма ішінде? Әрине, қазіргі әдебиет әлемінде мода ол саммари деп аталады. Біз онымен міндетті түрде жұмыс жасаймыз. Модаға айналған, әдеби агенттіктердің модаға айналған жазушылары бар, модаға айналған кітаптары бар. Оларды міндетті түрде қазақша және тиянақталған, қысқартылған нұсқасын ұсынатын боламыз. Бұл әрине тегін болмайды. Ол белгілі бір жарна арқылы төлеп оқырмандар сатып алады. Сол арқылы бірінші оқырманның әдебиетке қажеттілігін тудырамыз. Екінші, біз өзіміз жастар ашып жатқан портал болғандықтан қаржы жағында солай шешуге болады. Бұл енді әдебиет, бұл әлемдік нарықта өзі сыннан өткен, тест күйінде сыннан өткен дүниелер. Тек бізде енді қазақта жоқ. Бірақ біз басын бастап көрдік, жаман емес деп ойлаймын. Расында әнді де қазір, киноны да, және сайтқа да кірсеңіз, көптеген дүниелер қазір ақшамен сатып алу керек болып тұрады, шетелдік дүниелер. Әрине. Бұл порталда басқа әлемдік әдебиет қамтыла ма? Әрине, әлем әдебиеті деген арнайы бөлім бар. Ол жұмыс істейді. Әлем әдебиеті өзі бізде білесіздер өте ауқымды дүние.
Сондықтан оны арнайы жазатын мамандар бар, оларға белгілі бір түрде гонорарын төлеп, қаламақысын төлеп, жақсы контенттер ұсынуға тырысамыз. Бәрекелді. Жалпы жеке шығармашылығыңызға да тоқталайықшы. Сіздің ақын екеніңізді білеміз. Жалпы қандай жаңалықтар болып жатыр? Жоспарлар қандай? Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жастар жылы деп. Расымен де порталды қолға алып жұмысты бастау әрине оңай емес. Дегенмен де сіздің жеке шығармашылығыңызға да уақыт табылып жатқан шығар. Әрине мен осыған дейін мәдениет порталының бас редактор болдым. Сол жақта жұмыс істеп жүргенде сол жеке шығармашылығым қалып қойды. Сондықтан сол жақтан жұмыстан кетуге тура келді. Қазір шығармашылығымды қолға алып жатырмын. Бізде енді шығармашылық дегенде не өлеңде отырып жаза беретін дүние емес. Шабыт керек. Оған да көңіл-күй керек. Көңіл-күй керек, жағдай керек дегендей тырысып жатырмыз. Биыл Алла бұйыртса, осыдан 2 жыл бұрын бір оқырман апайымыз хабарласып, кітабыңды шығарып берейік деп, сен жыламаш деген атпен кітабын жарық көрген. Биыл сол Алла бұйырса, осы жастар жылына орай мемлекеттік бағдарламамен екінші кітабын жарық көрсе деп жоспарлап отырмын. Әрине ол енді былтыр білесіздер, үлкен әдебиет әлемінде үлкен өзгеріс болды. Жазушылар одағына жаңа басшылар тағайындалды. Олардың 90% жастар. Солар көптеген дүниелер жүзеге асырып жатыр. Енді биыл осы жастар әдебиетінде жастар сериясы бойынша біраз кітаптар шығады деп айтылып жатыр. Алла бұйырса, сонымен кітабымды шығарсам деген ойымда бар. Кез келген жаңа өнім көпшілікке тез танылудың жолдары әртүрлі. Қазір маркетингтің орны ерекше. Контенті бай болғанымен көпшілікке көп танылмаса, оқырманы аз болуы мүмкін. Осы тұрғыда әлі эфирге шыққан жоқсыздар. Әлі портал ашылған жоқ. Дегенмен алдын ала қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бұл портал туралы көбірек ақпарат алғысы келетін көрермендеріміз қайдан іздеу керек? Біз бұл тұрғыдан менің бірінші мамандығым экономист. Сондықтан бұл тұрғыдан мен өз шешімдерімді түсіндім, бірлесіп жұмыс жасап жатқан адамдарыма. Біздің негізгі қағидат SMM-ді бірінші орынға қою. Сондықтан портал ашылғанша әлеуметтік желілерді барлығына парақшамызды аштық. Күніге контенттерді сол жерде жариялап жатырмыз. Мысалы, тыңдаңдар, тірі адамдар деген тұрақты айдарымыз бар. Мысалы, бізде қайтыс болған, жоғалып кеткен ақын жазушылар бар ғой, солардың өлеңдерін үнемі шығарып отыруға. Немесе деген екен деген айдар бар. Енді ақындардан, жазушылардан сөз қалған ба, ұтқыр, афоризмге айналып кеткен сөздерді сөздерді соларды шығарып отыруға. Сондықтан енді әлеуметтік желілерде бірінші әрине бізде жарнамаға мән беру керек. Жарнаманың негізгі күрет тамыры ол сол SMM ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Енді SMM-мен айналысып жатырмыз. Өзіміздің бір-екі әріптестеріміз сол саланы оқып жатыр. Енді нәтижесі болады деп ойлаймын. Негізі Facebook бар, Instagram бар, YouTube бар, ВКонтакте желісі бар. Барлығында өзіміздің парақшаларымыз бар. Мәдениет порталы, әдебиет қаламгер порталы деп терсеңіздер. Өткенде еске алмай болмайды дейсіз ғой? Ол жақта да көп жұмыс істеп едім. Міндетті түрде бірінші аузыма солар. Бәрекелді. Жалпы енді қаламгерде кірген кезде біздің барлық ақын жазушылар қамтыла ма ішінде? Бізде авторлар деген бөлім бар. Ол жерде қазақ авторларды 3 бөлімге бөліп орналастырдық. Ауыз әдебиеті бар, сосын кейін қазақ кеңес әдебиеті бар, және тәуелсіздік тұсындағы әдебиет бар. Енді әрине шетел әдебиеті, олар авторлар деген бөлік баған болады. Соған кіріп кез келген авторымызды табылады. Көбінде порталдардан бір дүние іздеген кезде қиындыққа тап болып жатады. Порталдың ішінде бар дүниені іздеу деген бөлімге жазған кезде керек материал таба алмай жатады. Ол енді техникалық ақаулар ғой. Бізде көбіне қалай жұмыс істеп жатыр IT мамандар? Сол қазір қанша бізде цифрлы Қазақстан деп айтып жатырмыз, бірақ бізде IT жағынан енді ең кенже қалған саланың бірі ғой. Бұл енді қиындық тудырып жатыр. Сондықтан біз осы сайтты жасатуда
осы Қазақстан, Монголия, Түркия арқылы балалармен бірлесіп жасады осы сайтты. Сондай проблемалар туындамас үшін, өйткені алдыңғы әдеби сайттарда кітап оқу, электронды кітап оқу, сондайдан көп проблемалар болды. Сондай проблемалар шықпас үшін осы шетелдегі әдебиетті жақсы көретін осы IT мамандары бар, солар өздерінің қолдауын көрсетіп, осы барлығы енді идеал болмаса да біз тырысамыз. Енді интернет желісінің бізге беретін үлкен мүмкіндігі, қай елде болсаң да қалаған порталыңды, сайтыңды ашып оқи бересің. Өзіңіз де айтып отырсыз, Түркия, Монголия, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресейдегі бауырларымыз осы порталға қызығуы мүмкін. Сондықтан латын қарпінде бола ма сайттың алғашқы беті, жоқ әлде әзірше оны тоқтатып отырсыздар ма? Енді латынды қостық, қосымша. Бірақ біз енді кеше ғана алғашқы анонсымыз жарияладық медиа. Ол оның тақырыбының өзі алғашқы деп аталады. Мысалы, алғашқы кітабыңыз, алғашқы махаббатыңыз. Енді бізде шетелдерде ондай дүниелер көп айтылады. Енді біздің менталитетке онша сай келмейді, бірақ қазір жас буын басқаша қабылдайды бәрін. Соларға икемдеп, алғашқы контентімізді дайындап, анонсын шығардық. Ал сол медиа және аудио контенттерде контенттердің тақырыптарының бәрі біз сол жастардың көзін үйрете беру үшін сол латын қарпімен жазып жатырмыз барлығын. Бір тілде ме? Екі тілде болады, орысша, бірақ бәрібір біз қазақшасына мән береміз деп отырмыз. Орысшадан гөрі біздің тілегіміз енді ағылшынша, өзіміздің әдебиетімізді ағылшынша насихаттау. Енді әлемдік әдебиет нарығына шығудың жалғыз баспалдағы ол аударма болып табылады ғой. Сондықтан біз енді осы ағылшын тілінен мамандар іздеп жатырмыз, әрине табу өте қиын. Егер жақсы мамандар болып жатса, ағылшын тілін қосамыз деп ойлаймыз. Өйткені ана сұйық, сылдыр бір нәрсе контент ұсынғымыз келмейді, өйткені оны басқа елдерде қарайды ғой, сондықтан әбден сұрыптаудан бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Әрине, әбден сұрыптап барып ұсынғымыз келеді. Сондықтан әзірше ағылшын тілін қоспадық. Бірақ сізді көріп отырған көрермендердің ішінде ағылшын тілін жетік меңгерген, әдебиетті сүйетін жандар болуы мүмкін. Әрине. Ендеше айтып, жұмысқа шақырсаңыз болады. Мүмкін аударылған да жұмыстары бар шығар. Сондықтан сіздерге ұсынуға болады, Әрине, ұсынуға болады. Біз міндетті түрде қаламақысын төлейміз. Өте керемет ұсыныс. Саған да баруға болады, Ирина. Сен Америкада біраз уақыт тұрып келдің, ағылшыншаң да жақсы, әдебиетті де сүйіп оқисың. 3 күнде бір кітап бітіретіндей қабілетің бар. Ниет болса, барлығын жасауға болады. Егер де көрермендеріміздің арасында осы ақпаратты естіп, ниеттенген бүгіннен бастап ағылшын тілін меңгеруді бастаса да, кейін осындай үлкен порталдарда жұмыс істеуге есік ашық деп айтып отырсыз. Әрине. Сіз енді өзіңіз қиын жолды жүрген жандардың бірісіз, жалпы әйел адамдарға ақын болу қиын деп жатады. Осы қиындықты қалай көтеріп келе жатсыз? Жалпы сіз ол сөзбен келісесіз бе? Енді Есенғали ағамыздың сөзі бар ғой, әйелден ақын шықпайды, бейшіне күйші болмаса деп. Мен енді әлі әйел емеспін, қызбын. Сондықтан маған әйел адам заты деп айтып жатырмын ғой жалпы. Нәзік жандыларға. Енді барлық саланың өз қиындығы бар деп ойлаймын. Енді мен бір әдебиетте жүргенімнен бір өз өмірімнен ешқандай трагедия көрмеймін. Өзімнің жазған дүнием өзіме ләззат әкелсе, немесе біреулердің көңілінен шығып жатса, біздің миссиямыз сол ғой. Ақын болу үшін трагедияның қажеті жоқ, солай ғой, Әрине, тағдыр керек, бірақ оны сол мен әдебиетте жүрмін, менің жолым қиын деп оны жасап алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сізге көп рахмет айтамыз, Айжан ханым. Порталдың жұмысына сәттілік тілейміз, оқырманы көп болсын деген тілек білдіргіміз келеді. Таңғы уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін, рахмет. Көп рахмет, қымбатты көрермен. Келесі аптадан бастап қаламгер порталын оқи жүріңіздер деп айтамыз. Ал дәл қазір ұлттық арнада Таңшолпан бағдарламасы, біз сіздерді шоу-бизнес әлемімен таныстырамыз. Жаңалықтарға назар салыңыздар.